Жолдастар, бізге керегі сенім. Сенімнен кеткен ақын, сең соққан балықтай қайтып орнына келе алмай. Сондықтан жауапкершілік керек. Ең байтақ еліміз, бізге жүктеп отырған ұлы міндет осы. Бұл не деген сұмдық бұл? Бұл дұрыс көтеріліп отырған мәселе. Ақынның өзі қайда? Ол келмейді. Сәл тыныштық сақтаңыздар. Айтайын дегенім мырзалар. Күн тәртібіндегі мәселені бүгін шешпесе болмайды. Еркелегісі келгендердің еркелігін көтеріп, әрбіреуіне емірене берсек не болғанымыз? Болды, тәртіп керек бізге. Бағынбайтындар барсын баратын жерін. Мыналар сен әшейін жейін деп отыр. Ас болсын де. Біз, қазақ ақын жазушылары, Сен мұндан ұлы советтік социалистік республикалар арасында үлгі өнеге көрсетті. Тоқашаға, Танаш. Бұларға сен де жейді. Ал бұл ақынның ұлы Ленинді шынай шабытпен жырлағанына да күмәнім бар. Қырғи жолдас бола алмайды кептермен. Себебі ол кептер етін жеп көрген. Қойы қоралас бола алмайды қасқырмен. Қасқырдан ол көресіні көп көрген. Қысқасы былай жолдастар. Ақын Мұқағали Мақатаевты жазушылар одағынан шығару мәселесі күн тәртібінде. Ағалар, журналдың осы жолғы нөмірінен қалмасыншы. Өткізіңіздер өлеңімді. Жылмалап қайтесіздер. Сайлау. Мына өлең емес. Ондайда тақпақ дейді. Тақпағын дейсіз, аға? Мен мынандай халтураға қол қоймаймын. Қолдамаймын. Ренжіме. Мұқа алдыңызды кескен жерім жоқ еді. Менде ешкімнің алдын кескем жоқ. Бірақ талғамы биік журналға мынау сенің тақпағын салуға арым жібермейді. Айтыңыздаршы, мен не істеп қойдым? Өтіп тұрған өлең еді ғой. Сайлау. Мен айтарымды айттым. Кететін ақын кетер. Қыраннан қалған қызыл ет бәріңе жетеді. Жеңдер! Бұның одақтан шығуының өзі бір мүшәйді. Амансыз ба аға? Оқты ол шырағым. Бөке! Екпіндеп түстің ғой. Бөке, немісті жеңгеніңіз рас па? Жеңбесем осылай тұрам ба? Мәскеуді қорғағаныңша? Ол да рас па? Әй, бұл не сұрақ өзі? Онда неге? Бүкіл Еуропаны азапқа бермегенде. Мына бауырыңызды мазаққа бердіңіз. Не айтып кетті? Түсінбедім. Ер соңынан. Үндемеуде үлкен тактика. Дұрыс.
Мұқағали кеткеннен кейін келіңдер. Аға, жоғарыда не дау болып жатыр? Ағамның адам атарға оғы жоқ. Фариза. Жоқ, сізді жазушылар одағынан шығарайын деп жатыр дегенді қалай түсінуге болады? Ауылдан ақын болам деп келіп, хатым болып кете жазадым. Кешір. Фариза ер мінезді ғой. Мен сіз түсінем. Айта беріңіз, аға. Мұны портфелдегі қазынам, Фариза, қасыққан қарғағының қылышынан қалған болады. Батырлығым әкет бара жатқанымен, ақындығым да жақындығым да өз елмен бірге болады. Батыр аға, менің бар кінәм қостағаным ғана. Құдай-ау, әйтпесе Мұқағалиға жау болатындай мен жынды емеспін ғой. Секір! Секірсем секірейін. Бірақ мені секіртіп жібер. Батыр бауыржан болып қалай жүрмексіз? Рози келді ғой сол үшін. Рози білет. Розейін кім тағы? Рози, бүкіл одақтың мәдениетіне жауап беріп отырғандардың бірі ғой. Біздің елдегі мәдени орталықтарды сол кісі қадағалайды. Тәртіппен ережені сүзіп қарайтын адам. Сол кісі А десе А болады, Б десе Б болады. Розидің қайда тұрғаны білші. Қазір сөйлесем. Көп болады. Асын! Секір! Батыр аға, бірақ шоңызды маған беріңіз енді. Мұқағалидай біраз ақын жазушыға сен жауаптысың. Қызметін биіктейді деп. Қырсық қыздың қылығындай құбыла бермесеңдерші. Жұдырықтай жүрекке кір жинамай, нұр жинаңдар. Ойнамай тамағыңды іш. Сабаққа кешесің. Ал, ас болсын. Апа, жұрттың баласын оқытам деп жанталаса бермесіңші. Не үшін? Өзің қызың ғой? Ұйықтамаса қалай қызармайды? Ой, анда тағы да журналымды ұмытып кеттім ғой. Айбар, маған шай құя берші. Мен қазір келем. Әкем қайда? Біздің әкеміз бір күн бар, бір күн жоқ. Өскенде ақын болам деп жүрме. Ұқтың ба? Қызым менің, гүлім менің, аяулым, жатыр мұлаң, жотасындай қоянның. Құлпы тастың құны маған бес тиын. Бірақ қалай
таспен жаншып қояр ма? Қойма, ботам. Керек не? Көк тастам. Қыста аққар, жазда шалғын шөп бассын. Өзің келген май айында ақ нөсер, ағыл тегіл бізбен бірге жоқтас. Ей, Мұқа! Мұқаш! Кешіріңіз. Қош келдіңіз, өзі жолдас. Түрлетіңіз. Мәселеден хабардармын, сайлауым. Жайлап ағаң маған түсіндіріп айтты. Душанбеге бара жатып, осы мәселені де шешіп кетейін деп келіп едім. Рахмет сізге, өзі жолдас. Мойын бұрып, сонау Мәскеуден келіп, біз сияқты пақырлардың шаруасына араласқаныңызды құрметтеп білемін. Мұқағали Мақатаев. Бұл ақынның шығармашылығымен мен таныс емеспін. Өзімен кездессем. Кездесіп қайтесіз. Ол бір жүрген бас бұзар ғой. Ертең сіздің абыройыңыз төгіп жатса, біз қалай шыдап тұрамыз? Оның үстіне міне, дәлел деген жетеді. Мінезі жаман шығар. Бірақ ол сендердің ақындарың ғой. Осылай қиып жібересіңдер ме? Қиямыз. Қиямыз. Ленинді, социализмді жырламайтындардың бәрін қиямыз. Керегі не олардың, айтыңызшы. Бүкіл одақты бүлдіріп бітті. Арыз көбейіп кеткен соң жиналыс жасамасқа болмады. Ай, Мұқа, жүр енді біздің үйге барайық. Жоқ, бармайын. Жұмысым көп. Болды, езіне берме. Кеңсайға жиі келетін болыпсың. Лашын алаңдайды, Аллахын алаңдайды. Мен үйренісе берейін деп жүрмін. Кейін бәріміз осында көшіп келеміз. Оған дау жоқ қой, Мұқа. Бірақ осы қара жерге сен асықпашы. Өзің айтпақшы, жұмыс жетеді. Менде бір керемет идея бар. Мұқа, қазы-қартаңды алдыңа қойып тұрып бір баяндай. Үйге жүрсен. Мәскеу біле ме? Білет? Ағам көмектесті. Мәскеу қол қойып та тастады. Рузи жолдас, сізден бір сұрайтыным. Қазақ әдебиетінің киелі ордасына оны енді жолатпайықшы, өтініш. О, Баукең. Бауке, ассаламу алейкум, Бауке. Сіз оқшаш hürmetlik akımız ne?
Bir kösem dep arman kandım. Ana ködüm. Bauke, görletiniz şay aldırayın Bauke. Yok. Biz soğuktan beri hiç kimle ülkelesip şay içmeyin. Muhakkali'de nege kovup jatırsınlar? Cevap verindir. Arızlar turalı. Bauke, mine vagon arızlar Мәскеуге келіп түсті. Мұқағалидың тәртібі қиын сияқты. Ол қазір партбилетсіз жүр. Ол жас ақын жазушыларды ішімдікке үйретеді екен. Көп отырыстарда төбелес шығарып, масайып алып жұмысқа келеді екен. Болдың ба? Енді мен... Ауке! 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 Мұқа, топырлаған ақынның тобығында қалатын мен емес. Әдем өлеңім дәлдилегеннің орнына, әлде қандай боп тұрсыз? Менің көкем жайлау, Мәскеуде отыр. Ол бүкіл одақ жазушыларының мәселесін шешеді. Ал Рузи мырза, оның жақын досы. Кейін өкініп жүрмеңіз. Көкең жайлау, өзің сайлау болсаң да айтайын. Поэзия. Ол тұнық көл. Ал тұнық көлге батпақ етікпен түссең, айналаңның бұлғайсың. Мен саған айтарым, сен одан да дайындал, шыңдал, өлеңдеріңді қайта қара, жаза түс. Ақылым осы. Өкінесіз әлі. Мұқа, бір затты Әбділдаған саған беріп жіберіп. Ең әуелімі Асқарға берген, кейінен ол маған беріп отыр. Енді сені маған қарсы келмейтініңді білген ба, қу ғой бұл да. Бұл не? Азнаулақ қаражат. Енді жазушылар одағындағы жағдай бұрынғыдай емес. Керегіңе жаратарсың. Ай, жандарың ашып бара жатыр ма? Осындай қиқарлықты қойшы, Асқар, тоқта. Тоқта! Ай, сабыр ет, Мұқа. Тоқта! Қайда кеттім? Мен таяқ көремедім бе? Айтыңдар. Қай ақынның маңдайынан мұз қадалғанда мен бұғып қалдым. Қай ақынның табанда тікен батқанда мен арқама салмадым. Ал сендер, ақыл айтасыңдар, ал айтыңдар. Әй, Мұқа, отыршы көлікке. Топталып алғандар тоқпақтап жатқанда тоқаш неге үндемеді? Асқарым қайда болды? Ал сендер мұнаны маған бересіңдер. Ақынның жаны маған жұбана ма? Ал сендерге бір сұрақ. Бұл өмірде дос бар ма? А? Жоқ болса, құрық па етсе мұна дүние? Құрық па етсе мұна дүние? Көңілім қайтты, достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанды? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса, анда-санда. Пайды үшін біреу жолдас бүгін таңда. Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мына менің қай жерім маяулы деп бірге тұрып қалады. Кім майданда? Апай, мен болдым. Апай. Қайраткелен, жарайсың саған бес отырағын. Балалар, сау болыңдар.
келесі жолы жалғастырамыз осы сабақ. Дайындалып келіңдер, жарай ма? Ей, сен! Сен немелеген Мұқағалиды әлде қандай қылып отырсың, а? Жоқ әлде Мұқағалисыз жазушылар одағы құлап қалады деп тұрсың ба? Құлайды деген жоқпын. Келешек сұрайды дедім. Ал мен Мұқағалиды қазақтың ұлы ақындарының қатарына қосам. Ой, шіркін ая тигі. Ей, Мұқағалиың сондай ұлы ақын болса. Кеше басы дауға қалғанда, неге жұрттың бәрі үндемей қалды, а? Олардың бәрі сен сияқты ақын сымақтар. Ей, сүмілек! Сүмілек, бергешті. Мұқағали үшін жанымды берем. Ақынның ақынға жұдырық сілтеуі кешірімсіз екенін түсінгенде кеш болып кетпесін, бауырларым. Ұлықбек, сен не жоғалттың бұл жерден? Әйтеуір, өлең іздесек осында келетін болдық, ағатай. Өрлігіңе сыйым бар. Терімсінген орамал. Тоқтамайтын тұлпар бол. Сендердің менімен жүргендеріңді бір өмірі көріп қалса, олар Мұқағалимен бірге ішіп жүр екен деп ағаш атқа теріс мінгізеді. Ақылдарың болса, қайтыңдар. Онда от алайық. Ана ақын бар еді ғой. Аты кім еді? Қайсы? Анау ше. Құс болып ұшып жоғалсам не етер едің деп жазады. Мұқағали ма? Мақатаев. Иә. Не болыпты? Сол өзі бір жүргіш көрінеді. Балалар журналында істейтін ақын келіншекпен арасында бірдеңе бар дейді. Алда байғұсай. Әйеліне обалақ. Оның орнында болсам, ондай ақынды артынан бір теу бүйден қуып шығатын едім. Масқара. Мынандай бейбіт заманда басқа келіншектің артынан жүгіру деген сұмдық қой. Ұят емес пе? Ал енді мен ақыл айтам. Ақыл айтам, таңданба. Қорлық үшін келген жоқсың мұн өмірге. Жалғанға. Мұн өмірде жүрегіңде. Бойыңды сыққан барда. Болмасты да. Болмасты да. Болады деп арманда. Ал енді мен ақыл айтам. Ақыл айтам, таңданба. Әзіріңе әулекі боп алданба. Өтер. Өтер кетер. Деміз ғой біз мұңайып. Деміздағы жамаймызге бір айып, бір айып. Отандастар! Ойлайық жойымызға лайық. Құласақ тек биікке. Құсыға барып. Құлайық. Басып жанған қолым темес. Артымызда шоқ қалсын. Болашақтың ошағында біз тұтқан от жансын. Ей, болашақ! Ошағында от жансын. Мүмкін бізді ұмытарсың. Кім біледі?
жоқтарсың. Не деуге болады? Жаман емес. Жаман емес жазушы. Мұқағали жайында мінберде жақсы айттың. Азаматтық парызым ғой. Дұрыс. Біздің отан адал қызметкерлерін ешқашан ұмытпайды. Жазушылар екке жарылды. Мұқағалиды қолдайтындар да көп қой. Бірақ оларды жиналысқа шақырмадық. Сен енді бастаған толқынды үлкен теңізге айналды. Көнбейтіндерді батырып жібер. Ұқтың ба? Мен сізді түсіндім ғой. Бірақ Мұқағали оңайшылықпен батпайды. Күші құсап болғанда ма? Сенде мемлекеттің күші бар. Бар. Боссың. Мұқа? Артымнан қуып білгендерің жақсы ол. Екі иығымдағы екпешіден бағана қашып біткен орным басыңдар. Аса қадірлі Асқар Сүлейменов, қадірлі Тоқаш Бердияров. Ал қысталақтар, нағыз сыншылардың алдында өлең оқыңдар. Оқыңдар. Бастай бер. Оқы. Аға міне, арқасы бар ақын. Ұрсан оқы. Асқар, әдебиет жасқаншақ болып барады. Жоқ, Мұқа. Алдыңғы толқын алыптығын көрсетсе, кейінгілер жүрексіне демес. Оқы. Бір биіктен аттадым бір адым деп, қуансам да тағдырға сұрағым көп. Кейде мен де арманға қолым жетпей, жылағым кеп кетеді, жылағым кеп. Бауырым. Өлеңінде мен жоқ. Бірақ өзегінде дым жоқ. Ешқашан езілме. Поэзия ол рух. Рух жоқ жерде түк жоқ. Мінез көргім келеді сендерден. Мінез. Мінез бар ақын ғана мінсіз жазады. Мұқа. Мына кілең жас. Ертең сенен кейінгі дәуірді жырлайтын болады. Рас ба? Рас. Ай, Тоқаш аға, біз неге келдік өзі? Қалай неге келдік? Портфель? Мұқа. Портфеліңді ұмытып кетіпсің. Асқар. Мен көп ойланам. Бұл ғасырға өкпем жоқ. Азды көп татым бар. Айтшы, келер ғасырда мен кім болам? Ой, бір мая. Осы біз алдымыздағы 2 жылды қалай болар екен деп уайымдаймыз. Мұқаңа қараш. 21 ғасырдың
әдебиеті қандай болады деп бас қатырады. Тоқаш, уақыт өте келе ескіріп қалам деп қорқам. Мұқа, сенің өлеңдеріңнің үзіндісін мына жастар цитата қылып айтып жүр. Соны байқадың ба? Менің о дүние мен бұл дүниенің арасындағы елшім келді. Асқар, орын бер. Отырыңыз. Мұқа, мен сізді әдейі іздеп келдім. Дәрігерлік сараптамалардан қорытындысын тағы да тексеріп шықтым. Ай, Мұқа. Кеше келем дедіңіз, келмедіңіз. Мен сізді күттім. Дәрігер, қараш. Сен күтесің. Өлең күтпейді. Өлең күтеді. Өлім күтпейді. Айтып өлтір. Бауыр циррозы өте ауыр дерт. Сен маған 2 жыл ғұмыр бересің бе? Әкел, әкел орамал. Қане, қысып ұста. Өліп қала ма? Өзін өзі күтпесе, көпке бармайды. Әр қазақтың баласын бауырындай көреді. Бауыр езілмей қайтсын. Ішпесін. Менің кішкентай поэзиям қайда лашты? Ұйықтап қалды.
Түнеріп апсың ғой. Әбділдаға қоңырау шалды. Сені жазушылар одағынан шығарып жатырмын. Одақсыз қалай өмір сүресің? Менің кішкентай поэзиям! Өлең жазбауға хақым жоқ. Поэзиям мойным асылып жатыр. Жүре ғой. Жүр. Есен ұйықтатайын. Айбар, сен қайда кеттің? Келем, кешікпеймін. Айбар! Әйелдің жүрек сезіп тұр. Енді өмірді қалай сүреміз дейді. Сүреміз. Қазақты сенде жоқ. Адам бар ма? Ешбір. Одаққа байламаған. Қандай бақытты болғансың? Абайым менің. Мен адамның көңілі кірлемесін деп өлең жаздым. Бекер, бекер! Батыл бола бастаймын. Талап тастады жабылып. Сен маған бұлай қарама. Данышпаным. Мен қолдың адам емеспін. Ардың адамым. Бүгіннен бастап. Дәл. Бүгіннен бастап. Өз жүрегімнен өзім ештеңе орламай жазам. Бұл жүрек шаршады. Шаршады.
не болды? Менің портфелім жоғалды. Қалай? Биыл Брежнев жолдас Үндістанға барады. Біздің елдің ақындары үн қосу керек. Күзде тіпті Никсонмен кездеседі деп айтып жатыр. Сыраны сілтей берсең, портфельді қойып, басыңды жоғалтып аласың. Одан да партияны жырла. Менің портфелетім жоғалған. Аузыңды ашсаң ақтарылып қалатын көп сөзіңді аяйсың ба не? Шараппен сыйлағандарға да шашып кетесің ба? Партия тапсырма берді ме? Орында. Әйтпесе ант етем. Мен сені жер бетінде жүргізбеймін. Жазбаймын енді. Жазасың. Жазбаймын. Айтыңдар, қайсың бар, ардақтаған, таразға тең қойып салмақтаған, басылған маңдайыма қарғастан ба, қарауға жан батпаған, жапалақ емеспінен, жалбақтаған, қыранмын, екі көзін қан қаптаған. Пай-пай, киелі неткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер. Ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал сері кеткен жер. Бас сиіп иіскеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер. Мынау мұқағали ғой. Ауыл санған ғой. Қой айдап шілдеханаға тура келгенін қарамайсың ба, я? Қызыққа бір бататын болдыға. Ассалаумағалейкум, көз көргендерім. Батырдың бауы берік болсын. Я, жаяу келдім. Ал, соған кімен қалада қызық көп шығара. Қалада қызық көп. Амансыздар ма? Бұқа, жүр, қымыз іш. Қарасазымның қымызынан бас тартпай. О, алейкум ассалам. Қалдарың қалай, батырлар? Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Мұқаш, бақытты бол болам. Рахмет. Сіздерге алғысым шексіз. Мынауың тауға қарап тұрып алады, әдетін қоймапты ғой. Осын көзде бірдеңе көрінеді ау деймін, Яқын болмаған, қандай жақсы болған, Әйтпесе мынау ұқсап, адамға емес, айдалаға қарап, жыдан кететін шығар мен. Еркіней! Мынаның табанына тікен кірмей ме? Жайбырақа, жайылып жүр ғой мынау. Жоқ, сен де ақынсың ғой, бірақ енді екеуіңді салыстырсам. Аузыңды аш. Аузыңды аш.
Аузыңды біраз демалта тұр. Өз таулардың баурайына келіп толғатып тұрған поэзияда нелерің бар, Тұрсын? Тұра берсін маған бәрібір. Әй, иығың күл салышқа айналыпты ғой. Ассаламағалейкум, Нұрғиса көке. Бәсе, неғып маужырап тұрмын десем, нұрға малынып тұр екен ғой. Аман есенсіңдер ме, Асқаржан? Аман есен аға. Әй, мына одақтарың көшкен елдің жұртындай, не үнсіз, тым тырыс қой. Үні шығатын жалғыз ақынды ауылына қайтарып жібердік емес пе? Мен оны іздеп келгем. Мұқағали қайда деп сұрасам ешкім жарытып жауап бермейді. Оны одақтан шығарып жібердік деген рас па? Соңғы кездері ауылын сағынып жүрген еді. Барып күш жинап қайтсын. Өй, қанымыз бір қайтты да. Дені сау ма? Ай, бөркім қайтыр. Ай, бөркім қайтар деймін, басынан күн өтеді ғой. Қайтарыс бөркім. Олмай. Өзім барайын, өзім. Не болды? Ақсақалдың есінен түк қалдырмадың ба? Ауылдың есіне, ақсақалдың есіне бәрі-бір емес пе? Мә, сен де еске. Еске. Сен келмейме деп ойлап. Сен тау баурайына үй тігіп, шілдехана жасап жатсаң қалай келмеймін досым. Батырың бау берік болсын. Еркіні бітаныптан насып сөр азамат болсын. Аумин. Әкешпесті. Мә? Мынау сенің туған жерің емес пе? Иә, менің туған жерім Жолдас Асулин. Сұрасам рұқсат па? Сұра. Ешкімге зияны жоқ адамды неге аңдып жүрміз? Адам емес, ақын де. Ал ақындардан зиянды біздің мемлекет әлі тартып келеді. Оларға шанатқылары белгісіз жанартау. Түсіндім. Енді бір рет ақынға жаның ашса айтпады деме, туған жеріңе көміп кетем. На кербесінен жаман жылқы түсе ма? Мен оны құлын кезінен білем. Аға сынап беріңізші дегеннен кейін бардым дағына, мынауың бәйге алады дедім. Келесі күні бәйге алмасам мұрдымды кесіп берем дедім. Бірінші орын ал дей. Ой, осың өтірігенді. Ой, мұқа, рас міне, халық куә. Бір өтірігі жоқ. Жалпы мен негіз бар ғой, жылқының жақсы қасиетін жатысына қарамақ білем ғой. Ой, шіркін айдесеш. Құдай тілеуімді берді. Мына ерлан балам аман болса, аманатынды орындайды деп сенем өзім. Бәрекелді. Жатысты қараш, қазақтың даласына сыймай жатыр. Қой, саған тартпай-ақ қойсын. Саған тартпай-ақ қойсын, қиялым өк кетеді. Келінге тартсын, келін айналайын. На, құртыңнан берші, торпаға.
Қазақтың артқандары қалай білетін азаматы бол. Берер ештеңе болмай тұрғаны. Ақын ағасынан аздаған сый осы болсын. Мұха. Галстук сыйлағанды ертең елдің бәрі айтатын болады. Аяғын емес, мойнына тақпадың ба? Баппен көтерілген бақыт қана баянды болады. Аяқтан бастап өрлесін. Тіпә. Ассалаумағалейкум, Сәлеу аға. Алейкумсалам. Кешегі шопандар жайлы жаз деген мақала дайын. Әкел. Bir тексеріп жібересіз бе? Сіздің өлеңдеріңіз бе? А? Сіздің өлеңдеріңіз бе? Иә, менікі. Еңбек те болсын айт. Біреуін оқып бересіз бе? Оқып берейін. Аягөз сірә, аядай бұлақ көз емес, аяулы сірә қыз болар. Ақиқат бағып анықтап жатар кез емес, белгісіз досым, белгісіз түр ғой бізге олар. Аягөз деген аядай бұлақ деседі. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді? Аягөз болып, ғасырлар алға көшеді. Аягөз, арулар елі кешегі. Ағам, мынауыңыз керемет өлең ғой? Иә. Денемді дір еткізіп жіберді, аға. Ақын болған соң өлеңді осылай жазу керек. Тірі жүргенде үйреніңдер. Аға, сізге шығармашылық кеш өткізу керек. Өткіземіз, несі бар? Міне, мына жерде өлең деген жетіп артылады. Тек жарыққа шығарып алайын. Арасынан іріктеу керек. Жарайды, сен бар, мен тексергеннен кейін шақырам. Жақсы? Қалай еді, Аягөз деген? Ұйықтай ғой кішкентай поэзиямен, шолпантайым. Ол шолпан болса сен кімсің? Мен әкеммін. Әкемді сағынып кеттім.
Айбар. Айбар. Аумам. Айбар, дөңгіршектен газеттер алып кеш, әкең өлеңдер шықты ма екен қарайық. Оның жұмыстан шаржырды ғой. Қайдағы өлең? Балам, сенің әкең далада қалатын адам емес. Көресің әлі өздері-ақ шақыратын болады. Ат шапанын жауып әлі той жасайтын болады. Бар алып кел. Жарайды. Жоғалған өлең қайтадан жазылар. Ең бастысы ауылда жатып, жаныңды емдеп оралшы әкесі. Жолдас Асулин. Иә. Қайда жүр екен? Ана жақта той болып жатыр екен. Ауыл адамдарының арасында жүр. Түсінбеймін. Осы мемлекетке ақындардан қандай пайда бар е? Енді... Айт, қорықпа. Олардың өлеңдерін біздің балаларымыз, немерелеріміз оқитын болады. Ай, мәңгіртай. Ұста. Менің балам Мұқағалиіңді қайтсын. Пушкин бар емес. Пушкин. Ұста. Иә. Бер тыңда. Ана қырсық ақын Алматыға қайтқанша осында боламыз. Мұқият бол. Ол ескі аңсаған түрікшіл ақын. Ұқтың ба? Бар. Біз қонатын үйізде. Шеткері болсын. Көптің көзіне түспейік, ұқтың ба? Қайтсаңыз бол. Ей! Кетші бар. Кешіріңіз. Мұқағали, сен Мәскеу туралы әңгіме айтасың. Ал біз болсақ мына тұрған Алматыға бара алмай жүрміз. Ой, мыналар. Ей, күрес! Күрес, іштен сал! Іштен сал! Салсаң, сал! Сал! Бәрекелді! Құрметті ағайын, адамның күресі қызықсыз. Өлеңнің күресін тамашаламаймыз ба? Алматымен қарасаз. Қайдағы Алматымен қарасыз? Қарасыз. Ой, мені Дұрыс айтасың. Бұны орысша поэтический дуэль дейді. Ей, дуэль-мөлде шатағың жоқ. Мен мұны қара өлеңнің шайқасы деп атайым. Тақырып табиғат пен қарасаз болсын. Ереже былай. Кім қара өлеңмен қиып түседі, сол жеңеді. Ал жеңілген ақын ана шөпті түсіреді. Алай. Ал, кеттік. Кеттік. Ал, баста Мұқа. Не деген керемет күн. Жаныңа бәр даяр не керектің. Көрінеді гүлдердің бір жарғаны. Естіледі ұшқаны көбелектің. Не деген керемет күн. Не деген керемет күн. Кейпін елітесің төңіректің. Қаласаң мынау жатқан сәби дүние. Келеді өміріңді бере кеткен. Ал еркін, не демексің? Оралып күн сапарынан кешеге, кең төскейге мол сәулесін төседі. Тау басында үлбіреген ақша бұлт бір шоқыдан бір шоқыға көшеді. Тау дейтін алып жүрек. Ана туған. Мен таулықпын. Таудан мен жаратылғам. Киіктің сүтін емі бер жеткенмін. Қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын. Таудан мен жаратылғам.
Жырлашы, қара сазды. Дара толғам. Қанат бітіп, қаз болып ұшқаныңда, алыста, қиыр шетте, тысқарыда. Қарасаз деп аталған бір мекен бар, ілінбеген картаның пұшпағына. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Анау жерде құрбылармен алысқам, анау жерде құрбыжанмен табысқам. Алба жолбақ шабылттар жарысқан, таулар анау, ұйықтап кеткен данышпан. Жолдар анау, шұбатылып шаң ұшқан, таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар. Төбелердің төбесінде көгайдар. Ақ сағыммен араласып аулаққа, сағым болып бара жатыр көп ойлар. Бір тынбайды шегірткенің шырылы, жел қозғаған ақшилердің сыбдыры. Бәрі таныс, кісінеген құлыны, ән аузында шаңқылдаған суыры. Айналайын, айналайын атамекен ақмекен, туған өлке, тәтті екен ғой, тәтті екен. Құрметті ағайын! Еркін Үмітановтың шілдехана тойында Қарасазда өткен қара өлең шайқасының жеңімпазы Мұқағали Мақатаев! Дұрыс, дұрыс. Қарасаздың ақынынан қазақтың ақыны биік болу керек қой. Жоқ. Туыстар, жеңіс Еркін Үмітановтікі. О, Мұқағали, бізде саңырау емеспіз ғой, ә? Бізде көріп тұрмыз ғой. Жеңімпаз сенсің, Мұқағали. Еркін, қара шаңырақ. Ал мен қалалықпын. Жеңіс Еркіндікі. Ай, бәрекел, жөн. Жарайды онда. Мінекейіңіз. Жақсы. Ағатай, шешінбей ақ қойшы, ағатай. Шешінбей ақ қойшы, денің қызың денесінде ағарып кеткен қалаға барып. О, перінің қызы келді. Мынау не? Газет. Менің газетте істейтінімді білмейтін бе? Қылжақтама. Мында сенің жазғаның деп бір топ өлең басылыпты. Ақын болған соң өлең жазылады. Газетке шығады. Сүйінші сұрап келсең, берейін сүйінші. Өлең сенікі емес қой. Астафыралла. Астыңнан өткен сыздан жала жапқан қыз жаман. Өзімнің өлегім. Өзегімді жарып шыққан қарлығашым өзімнің. Бір сөзі де сенікі емес. Кімдік екенін мен білем. Сенің мына деңгейіңді де білем. Біл. Біл. Білгенің дұрыс. Екеуміз бір деңгейде емеспіз, партизан қыз. Сондықтан менен аулақ жүр. Өлеңнің киесі ұрады. Бәрі сатулымын өмірде. Сөзің де, достығың да, сертің де, білегің де, көңілің мен жүрегің де. Браво! Алдарыңызда жаңа заманның сүйікті ақыны Сайлау Саятов.
Қаладан келген ақынды артыңа мінгестіріп алдың. А, ят қайда? Кәз. Таңдаған мінесің. Ал соқ әңгіме. Үй іші бала-шаға аман ба? Аман есен. Жолдызым заңгердің оқуында. Ол үшін алаңдамаймын. Айбардың бас бермейтін асаулығынан қорқам. Ештеңе етпес. Әлі жас қой. Алматын мен де сағынды ме? Сен туралы бір жайсыз хабар естідім. Өткенде мені ұстап әкетіп тергеді. Бір қызыл жендет қыр соңымнан қалмай жүр. Атың өшкірлер, қандай айттаған? Айқайлап өлең оқыдың дейді. Біздің ауылға келсе, бүкілін жауап тастайды ғой. Қарасазда айғайлап өлең айтпайтын адам бар ма? Қызық. Партияға кірдің бе? Не? Партияға кірдің бе, дейм? Ей, кетсін шар. Менің партиям халқым. Еркінжан, бірақ сол халықты жерге қаратып келіп отырмын. Жерге қаратқан дейсіз? Халқымнан артық қолдаушым жоқ еді. Бұл басылмаған бума-бума қол жазбаларым портфелдің ішінде жоғалды. Қош. Иә. Білмеймін. Тіпті не дерімді білмеймін. Үлкен қала. Еңбегін ғой сенің, еңбегін. Қава, иә, қап. Өй, бұның не? Өй, сен дәл қазір қазақ поэзиясын бір ауыр қазақ ашады жасадың ғой. Кешір. О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнім едің, гүлім едің. Елтіген түнім едің. О, махаббат, сен әлі тірімедің. Ал мен сені өлді екен деп күліп едім. Ей, сен менің өлеңімді бұзба. Махаббатты менен артық жырлай алмассың. Иә. Ал ауылды менен артық сен жырлай алмассың. Оның рас. Еркен, саған айтпағанда кімге айтам? Менің уақытым таяқ қалды. Емдеуші дәрігерімнен естідім. Тым аз қалды. Тым аз қалды. Саған тағы ағалық жасайтын болдым. Жолың болмайын деп тұр. Анау Қарасаздағы мектепте, көшеде менің атыммен аталатын болады. Саған ештеңе бермайды. Тағдыр сендей дос бергеніне ризамын, Мұха. Бүгіннен бастап мен мына бөктерге ат қоям. Бұл бөктердің аты Қажылаға.
Қайда бар депті? Сарыағаш шипажайында ем алсын депті. Сізді күтіп алатын адам босқа ақша шығындап, әуре болмасын деп сәлем айтып жатыр екен. Мә, мынаны оқы. Поштадан келіпті. Қане оқып жіберейік. Ағам, мынауыңыз өлең ғой. Онда даусыңды шығарып, мәнерлеп оқы. Жақсы. Аға, саған білмеймін не айтарымды. Қайғырыңнан білмеймін байқарымды. Көңілдегі ой көмейге кептелді де, түрмесінде кеудемнің қайтарылды. Қайтерімді білмеймін не айтарымды. Қадырыңды білмей жүрміз ғой сенің. Мінезіңді білмей жүрміз ғой сенің. Жалғастыр. Ешкімнің назарына ілікпеген, саған бір сый тартам деп үміттенем. Жүрегімнің тапсырған аманатын бере алмай кетем бе деп күдіктенем. Қандай сый тартсам екен аға саған, білмеймін жараспай ма жараса ма. Ешбір сый таба алмасам аға саған, әппақ тонын атамның тәбәрәгін, жүзге кел деп арқаңа жаба салам. Сабазым ай. Ай, сен білесің бе? Тазалық деген осы. Бұл Мақатай. Мұқа, не бол? Ұйқы қанбады ма? Еркінжан, туған жердің ауасымен 10 минут ұйықтасаң жетеді. Мен бақыттымын, Еркінжан. Бақытты жерде туылдым. Айналайын қарасас, қасиетінен суыңнан. Одақтың жайы не болды? Бұрынғының ақыны бір-бірімен табысатын еді. Бүгінгінің ақыны алысатын болды. Кел. Кім? Сенің абыройыңды көп көріп жүр тағы. Білесің ғой. Халық бәрін біледі ғой. Кел. Ол жаққа тағы барасың ба? Бармағанда қайда барам? Менің жаным тілініп жатыр, Еркінжан. Қайдағы бір жиналыстар жасап, Мақатайыптың тәртібін қарайды да жатады. Қай әкесін өлтірдім білмеймін. Бауырмай. Озып тұрған ақынға озбырлық жасау қашанда қазақтың әдеті емес пе? Жығылғанға жұдырық болып жатыр ғой. Сыртқа жүнін қампайтып көрсететін қасқыр сияқты. Соңғы кездері қаңсылайтынды шығар. Қой. Ауруханаға барасың ба тағы? Қазір аурухана менің екінші үйім болды ғой. Жүрегім деп жүрсем, 40 тесік болса да мықты екен болып жатыр. Бәленің бәрі бауырдан шықты. Мұқа, сен емделсеңші. Ана жоғарғы жақ ем-домыңа көмек беретін шығар, ұяты болса. Әй, қайдам. Мен ешкімге керек жоқпын. Ешкімге керегім жоқ.
Не іздедіңіз, Тоқаш аға? Сайлау. Қайда? Алтын іздесеңіз, ол жерде жоқ. Бірақ ренжімеңіз, мен айтуым керек. Одақтың төрағасы біліп жүрсін. Ұлылардың да ұрлық жасайтынын. Мұқағалидың портфелі сенде екенін мен жақсы білем. Қайдар, апарып берейін. Портфельді айтасыз ба? Естігем, өкінішті ақ. Есіл еңбек-ай десеңші. Ішпеу керек. Ішпесе жоғалмайтын еді. Аты жөні жоқ оттай бөріме болады деп ойлайсың ба? Қайдар портфелді. Қайдар! Жоқ аға. Өзгенің затына қызығатын өлермендігім жоқ. Ұрлау дегенді керісінше сіз қатыратын сияқтысыз ғой. Соғыс көрген ақын деп сыйлап жүрсем, байқа, сотталып кетіп жүрме. Тоқаш. Сеніңнен кетті. Партияның тапсырмасы не болды? Қыр соңымнан қалмадың ғой. Әлде ауылға Мағжанды жазуға келдің бе? Нең бар әр уақытта? Өлгендерден өш алсаң, өмірің ұзара ма? Әруақ қауіпті емес. Мына сен қауіптісің. Менде тапсырма бар. Ал мен қателеспеймін. Жазам. Абайды жазам. Мағжанды, Махамбетті жазам. Менің пірім осы. 3 алып. Ал менің пірім Шәріп. Кәне айта қойшы. Кімнің пірі мықты? Жаз. Өртеніп кетеме деп қатты қорықтым. Майгүлдің өлімнен кейін таудай азаматым шөгіп қалып еді. Мына өлеңдерінің жоғалған тіпті есеңгіретіп жіберді. Енді әр ақынның өлеңі өзінің баласындай болады. Ал егерде мына сол балаңды басқа біреулер иемденіп алатын болса, сол қиын ақ. Ыстық шайдан алыңыз, аға. Рахмет кел. Енді ауыл жарасын жазса жақсы болар еді.
Ауылда оның еркіні бар. Мына екеумізге айтпайтын нәрсенің бәрін соған айтады. Жүрсін, көрсін, ақтарылсын. Ауылда болғаны жақсы. Білдің ба? Тоқашаға уақытыңызды алсам кешіріңіз. Тіпті не істерін білмеген соң өзіңіз шақырдым. Қалаға келгеннен кейін деме болыңыздар. Әрине. Жанында боламыз. Көресің, ауыл оған жағады. Мүлдем басқа адам болып қайтады. Мұқа! Мұнаның көзіне бірдеңе көрінейін деген ба? Мұқа! Балық аулайтын уақыт бар екенсің. Мұқа, сен ан жақта қалаға кетеміз деп бүкіл халық күтіп отыр ғой. Күтсен, бұдан кейін күтпейді. Әлде ауылда қалайын дедім ба? Мұқа! Ауылда қалсаңшы, Мұқа! Сен қалсаң, ауылда ел думандатады. Абайла! Ей, Мұқа! Айналайын, Құдай үшін шықшы. Сен ар жақта автобус күтіп тұр. Мұқа! Енді қалаға дейін өзенмен ағып бармайтын шығарсың енді. Мұқа, шықшы. Ай, Мұқа, абайлаш, Мұқа! Ай, ар жақта иірім бар, ай! Батасың. Ай, мұна, Мұқа! Жақсы аға, ауырмаңыздар. Оған жердің топырағын терлетіп отырғандарыңызға рахмет. Өзіңіз аман болыңыз, Мұқали аға. Рахмет. Мұқа, болыңыз, кетейік тез. Қазір. Мұқа, костюм. Лашынға сәлем айт. Міндетті түрде. Тоқтамай жаза беріңіз. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі жол жеңгемді ала келіңіз аға. Міндетті түрде. Албанның ақыны, сау бол! Ал сен айт, онда тіріліп абай келсе, маңайлап мағжан жүрсе, алдымен құрақ ұшатын сендер емес пе? Болды! Естеріңде болсын, мен қазақтың ақынымын. Түсіндім, болды, айтам! Мұқа, айтам! Албанның ақыны десеңдер ауылға келмей қоям. Айтам, Мұқа! Естеріңде болсын, мен қазақтың ақынымын. Айтам. Ақындар ауылда туып, алматты өледі. Қашықай айдан айтпаш. Мұқағали Мақатаев енді Қарасазға келмейді. Сендер қайда айта береді екенсің, неке? Енді мұнда өз емес. Кітабы ғана келеді. Кітабы ғана. Тоқтач! Тоқта! Өздерің көбейіп алыпсыңдар ғой.
әкемді көрсеңдер айтыңдар. Ауылды ұмытқам жоқ. Халықтың жайын жырласам, алдымен өздерінің демеулерің болар. Қолдарынан келсе, қорғаңдар. Қозғалма. Адам жоқ болса мәселе де жоқ.